Сәлем достар, мен сіздермен бүгін өте дәмді әрі жұмсақ, тез дайын болатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен құрғақ ыдыста 2 жұмыртқа мен 200 грамм қант салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін бөлме температурасындағы 200 грамм сары май не болмаса маргаринді салып, жақсылап миксерлейміз. Дайын болған массамызға 400 грамм ұн, 1 қасық ас содасын салып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр дайын болды. Сол қамырды алып жайып, түрлі формамен кесіп, 200 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша 15-20 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің дәмді әрі жұмсақ печеньелеріміз дайын болды. Рецепт бойынша жасап көріңіздер, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айдана Қырықбаева. Назарларыңызға рахмет.